Дұрыс. Ізбасар мырза, не іздеп жатырсыз? Жыртылмапты екен? Аха, бұл. Жана ханым айтам да, мүмкін еңліктің әркімнің өзінің жеке талаптары бар болғаны дұрыс қой. Бірақ та осыдан кейін бізге кім келеді? Мынаяқта көріп отқан адамдарға келу өте қиын да. Одан кейін ойлайды, мен қазір барам, шымылдықты ашпасам мен қайтадан позор болып кетіп қаламын ғой деп ойлайды. Олар қорқады. Мынаяққа келудің өзі это очень тяжело, өйткені өзім басынан өтті бар ғой. Сондықтан да ондай іс-әрекет дұрыс емес деп ойлаймын. Кішкене жерге түсіп, сыйластығымызды бірінші орынға, адамгершілігімізді бірінші орынға қоюымыз керек. Одан кейін кім келеді бізге мынаяққа? Шымылдық ашасыз ба? Ашайық. Шымылдық ашылады. I love you baby. Я Тимур мырза. Керемет. Я. Бірақ Айбат мырза айтқандай, үйлесімділік сырт көзге негізінде байқалады. Өте жарасып тұрсыздар. Я өзің жасына ұқсамайды екен. Үлкен көрінем екен? Данияр? Жаңа ханым, негізі бар ғой, еңлікке айтқым келіп жатыр. Еңлік, сен оның жасына қарамай қой. Өйткені мысалы мынандай нәрселер болады да, өмірде 18 жасар жігіттер бір үлкен бір жігіттің тірлігін жасайтындар бар. Немесе бір 40-қа келіп қалған жігіттер кішкентай баланың тірлігін жасайды деп ойлаймын. Просто бұл жерде енді сырты бүтін, іші түтін деген сияқты, немесе сырты түтін, іші бүтін дегендей ғой. Так что сен бір мүмкіндік беріп, жігіттің жаңағы мысын неғымай, сындырмай бір танысып көрген дұрыс болады деп ойлаймын негізі. Негізі, я. Шерхан, бағыт бағдар беріп жіберіңізші. Негізі бір кездесіп сөйлесіп көру керек. Не дегенмен де бұл өте дұрыс айтып кетті. Негізі көзі қазір соңғы күндері сол қорққаннан келмей жүр негізі көп үміткерлер. Бізге де жазады ғой дайректте мысалға, үміткер болып барсақ деп едік, бірақ сіз қайтарып жіберетін сияқтысыз, қайтарып жіберетін. Сол себептен танысып көр, бір мүмкіндік бер дегім келеді. Данияр, ұйқыңыз келді ме? Эфирден кішкене үйренбей жатырсыз. Үйрен қап, осындай уақытта ұйықтайтын емді просто дейді. Алдыда ма? Не деген ұйқы? Бей уақытта ұйықтамаңдар деп аналарыңыз айтқан жоқ па? Сағат тоқта қапта 2:30 өтті сағат. Кімге айтайыншы еңлікке? Еңлік сен, по-моему, үміткер кезінде бір айтып едің, папаң дін жолында жүреді, саған өзіңе ыңғайсыз емес па? Осында киімдер киген, ашық киесің, кеше бір бағдарламада көрдім, қысқа киесің. Өзіңе ыңғайсыз емес па? Қазір қай жер ашық болып тұр? Енді шорты да киіп отырсың ғой, енді жарайды, бұл емес, алдыңғы киімдерді айтам да. Жоқ, мен жас қызбын. Жоқ, просто айтып отқам, ыңғайсыз емес па деп отқам өзіңе жас. Ыңғайсыз болса мен кимейтін едім. Сол ыңғайсыз болып тұрып, по-любому киіп. Өзіме ыңғайсыз емес. Айтқан тыңдамайтын қыз сияқтысың ғой сен. Тыңдамаймын. Қамап қою керек қой сен. Ой, Данияр, сіздің осындай әзілдеріңізді сағынып қалған екенбіз шынымен де. Қамамаса да енді өзіңнің таңдауы ыңғайлы болғаннан кейін киіп отырмын. Адамға қалай ыңғайлы солай киінеді ғой. Ау? Қалай ыңғайлы солай киінеді ғой. Сіз қарсы емессіз? Жоқ. Ондай талаптарыңыз жоқ қызға қоятын? Жоқ. Жабық киіну керек дегенде. Иә. Айза? Қош келдіңіз. Сізге сұрақ. Білесіз, еңліктің мінезі бар қыз, және де өзіңіз қалай ойлайсыз? Мінезін баса аласыз ба, бағындыра аласыз ба өзіңізге? Потому что менің көзқарасым бойынша кішкене мінезі бағынбайтын қызға ұқсап тұрсыз. Мінезін басып бағындырып қажет емес қой. Оны мінезіне қарай кішкене келістірсең өз өзіңді жақсы болады. Сол қолыңыздан келеді деп ойлайсыз ба өзіңіз? Иә. Айза, негізі мен деген адамды ұнатсам, любой нәрсесін келсем негізінде. Жана ханым, мені көндіре Сіз алады. сияқты екен Айза. Жігітті ұнатса көнеді. Тимурға бір сұрақ болып тұрды. Енді былай қарасай, мүмкін кейбіреулер ерте жетіледі ғой. Мысалы, серьезно осы бір отношения болды ма сізде? Кәдімгідей? Серьезно деп айта алмаймын, бірақ бір жыл отношения болған. 4 ай бұрын айырылысып кеттік. Андай қатты хайвай емес, просто шаршап кеттім деді. Хайвайсыз? Иә. Хорошо дедім. Қызықсыз болып кетті ме? 4 ай бұрын болғанда ұмыттыңыз ба ол қызды? 4 ай болса. Иә. Ал қанша уақытқа жалғасты бұл ара қатынас? 1 жыл. 1 жыл.
біраз уақыт. сұрақ қой. Айбат мырза. Жігітке сұрақ қояйын деп едім. Мен мысалы адам келген кезде бір өзіме бір образ қалыптасады да адам жайлы. Соны қателесем ба, қателеспеймін ба? Осы жолы қойып көрейін деп едім. Сіз мынандай телефонда болмаса компьютерда ойындарды көп ойнайтын секілдісіз. Жоқ. Сондай жігіттер болады ондай бір ойыннан шықпайтын, игровой клубтардан шықпайтын, сондай жігітке ұқсап тұрсыз да түріңіз ше? Компьютер клубында қонып қалатын. Боласы бар, бүйтіп жүреді ғой бүйтіп. Ондай жоқ, просто анда-санда достармен жиналып ойнаймыз, бірақ күнде ойнау ондай не жоқ. А маған наоборот именно Тимурдың почему-то образ андай болады ғой, жап-жақсақ, тап-таза, сондай бір бала болады ғой, әлі кішкентай просто, понимаете, вот тек қана вот бір нәрсе. Сүтке шомылғанның ол нұсқасы. Олдай версиясы, ол жақсы нәрсе, жақсы ғой. Тимур, сіз біз сізге енді еңлік байқасаңыз барынша мақтап жатырмыз, қолдан келгенше мақтап жатырмыз. бір сұрағым бар еді. Иә, қойыңызшы. Кей-поп тыңдамайсыз ба? Жоқ, түрі просто сондай ұқсайды екен, ондай корейский қызғатын. Тыңдайтын. музыка таңдамаймын, просто меломанмын. Бірақ мен байқадым, сіз қатты қызығасыз, иә? Иә, қатты қызығамын. Кей-попқа. Дорама бар ішінде, барлығы. Blackpinkті тыңдайсыз ба, BTS-ті тыңдайсыз ба? Екеуін де тыңдаймын. Екеуін де тыңдайсыз. Мәссаған. Жалпы Кореяны ренжітпей жүрсіз. Көңілдерін тауып. Аха. Бізде сұрақ, Сұлтан мырзада сұрақ бар екен. Сұлтан, сіз кей-попқа қызығасыз ба? Жоқ, қызықпаймын. Ал кей-попқа? Вообще қызықпаймын. Не ол? Кей-поп ол бізде, Қазақстанда. Қазақ тілді осындай поп-музыка. Жоқ, қызықпаймын. Қош келдің бауырым. Саған сұрақ, сен жалпы талаптарың қандай, брат? Қыздың бойынан қандай нәрселер көргің келеді? Ұнататын қыздарым, мінезі ауыр қыздар. Мінезі ауыр көрініп тұр, талабына сай қызға келіпсің, жалпы бауырым. Сенде үйінде ағаларың бар ғой, иә? Сен бәрімен ақылдасып келдің ба? Вдруг бір ағаң да міне жақында үйленейін деп жатыр ғой, бауырым. Ренжімесем, мен ағанмын ғой, өтіп кетейін деген әңгімелер болатын болса. Жоқ, айтты ғой жаңа, мен қазір үйленейін деп жатқан жоқпын деп өзін айтты, мен просто танысып, білісіп көргім келеді, ал бір жылдан кейін оқуым бітіп жатса, мен үйленемін деген сияқты қылып айтқан еді. Еңлік таныстық жалғаса ма? Сырласу бөлмесіне барасыздар ма? Иә. Онда бізде жарнама, сіздерді сырласу бөлмесіне шығарып салайық, эфирді жарнамадан кейін жалғастырамыз.